Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Қалып, шұңқыр, бүгу, өрнек, сыпайы өрнек, тиянақты, ilgari, атандыру, майда, ұзату. Сөздердің тізімін орыс тіліне оқимын, тыңдаңыздар. Колодка, яма, гнуть, сгибать. Выражение, вежливое выражение. Основательный, вперед, сажать на коня, провожать. Снаряжать в поход. Мелкий. Провожать. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын. Тыңдаңыздар. Көлік жөндеу шеберханасы туралы пікір. Газетте мына жарнаманы оқыдым. Сіздің көлігіңізге тиянақты күрделі жөндеу керек пе? Сізге қызмет көрсетуге дайынбыз. Майда кіші ұсақ мәселелер бар ма? Май ағып жатыр ма? Покрышкалардың ауыстыратын уақыт келді ме? Қозғалтқыш өріп тастады ма? Бізге келсеңіз, мәселелеріңізді шешеміз. Бәрі келді дедім. Менің көлігіме тежегіш қалыптарын ауыстыру керек. Мекен-жайды есіме алып, шеберханаға бардым. Сәлеметсіз бе ағай, деп маған қара жұмыс комбинезон киген жас адам айтты. Машинаңызбен әлдеқандай мәселелер бар ма? Иә інім, көлігімнің тежегіш қалыптарына қарашы, айттым. Көрейік, жөндеу шұңқырының үстіне айдап барыңызшы. Айтқанын жасап, көлігімді шеберханада қалдырдым. Жарайды ағай, шамасында 1 сағаттан кейін келіп беріңізші. Бәрі жоғары сапасына сәйкес болады, деді сыпайы әрі кәсіби өрнекте жас шебер айтты. 1 сағаттан кейін қайтып келдім. Сіздің машинаңызды тиянақты тексеріп алдым. Тежегіш қалыптарынан басқа, алдыңғы машинаңыздың көпірі бүгіліп қалған екен. Сіз жол апатында болдыңыз ба? Жоқ дедім, бірақ жолымда асфальтта шұңқырлар көп. Бұл осы мәселенің себебі шығар. Ештеңе етпейді ағай, сізге көмектесеміз. Егер машинаңызды қалдырсаңыз, ертең дайын болады. Келесі күні келдім. Жас шебер. Бәрі атандыруға дайын. Есеп төлегеннен кейін гараждан ilgari шығуға болады. Уайымдамаңызшы, мен сізді жол көрсетіп ұзатамын. Қандай керемет қызмет көрсетті. Тәжірибем туралы міндетті түрде газеттаға жазамын. Келесі жаттығуда синхрон аудармасын жасауды тырысайық. Мәтінді орыс тіліне оқимын, сіздер оны қазақ тіліне аударып тырысыңыз. Тыңдаңыздар. Отзыв об авторемонтной мастерской. Прочитал в газете вот это объявление. В вашей машине нужен качественный капитальный ремонт? Мы готовы оказать вам услугу. Есть мелкие, небольшие, незначительные проблемы. Масло течет. Пришло время менять шины. Мотор стуканул.
Если придете к нам, решим ваши проблемы. Вот оно, сказал я. Моей машине нужно заменить тормозные колодки. Запомнив адрес, отправился в мастерскую. «Здравствуйте, уважаемый», — сказал мне молодой человек в черном рабочем комбинезоне. «Есть какие-то проблемы с машиной?» «Да, братишка, посмотри тормозные колодки моей машины», — сказал я. «Посмотрим. Загоняйте на смотровую яму». Я сделал, как он сказал, и оставил машину в мастерской. «Хорошо, уважаемый. Приходите примерно через час. Все будет сделано с высоким качеством», — сказал молодой мастер вежливо и профессионально. Через час я вернулся. «Я тщательно проверил вашу машину. Кроме тормозных колодок, у вашей машины погнут передний мост. Вы попадали в аварию?» «Нет», — сказал я. «Но на моем пути на асфальте много ям. Это, наверное, и есть причина». «Ничего страшного, уважаемый. Мы вам поможем. Если оставите машину, завтра будет готово». На следующий день я вернулся. «Молодой мастер, все готово к отправке в путь. После оплаты можно выехать из гаража ровно по прямой. Не беспокойтесь, я вас провожу, покажу дорогу». Какую прекрасную услугу мне оказали. Об этом моем опыте обязательно напишу в газету.